Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнамыздағы подписация және де бір ғана лайк түймесін баса кетуді ұмытпаңыз. Лайк түймесін басқан қолдарыңыз Кейбатулланың қабырғасын ұстау нәсіп етсін. Ал ендеше бастадым. Кәмпит алып берді. Алматы облысында бейтаныс ер адам 8 жастағы қызды алдап қонақ үйге апарған. 36 жастағы күдікті жазғы лагерге бара жатқан қызды жеткізіп тастаймын деп алдап әкеткен деп хабарлады Almaty.tv телеарнасы. Кейін жол бойындағы қонақ үйге тоқтап бөлме сұраған. Ер адам такси ішінде қызды құшақтап бетінен сүйген. Нұрәли деген қонақ үйге кірдік. Қонақ үй қызметкеріне 2000 теңге беріп еді, бұл ақша тек 1 сағатқа ғана жетеді деп алдады. Кейін мені таксиде құшақтап бетімнен сүйді. Маған оның бұл әрекеті ұнамады. Дүкенге тоқтап маған тәтті сусын мен кәмпит таяқшасын алып берді. Жүргізуші ағайға айтуға қорқтым дейді қыз. 8 жасар қызды қорқып тұрғанын байқаған Күләш Теңелбаева есімді әйел оны ақырындап сөзге тартып үйіне кіргізіп алған. Мән-жайды білген соң жеткіншекті күдікті ер адаммен жібермей қояды. Оның бет-әлпетін видеоға түсіріп полицияға хабарлайды. Ер адам қазір тергеліп жатыр. Ал осы жағдайдан кейін қонақ үй әкімшілігі біз жөндеуге жабылдық, жұмыс істемейміз деген. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар және бір ғана лайк түймесін басып сау саламатта болыңыздар.